Сәлем достар, сіздермен болған Жұлдызай Тока World арнасы. Достар, бұл бізде қиын түн екінші бөлім. Бұл сериал сіздерге ұнап жатыр деген ойдамын. Ұнаса менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписаться кнопкасын басып, және де колокольчик басуды ұмытпайық. Ендеше біз сериалымызды бастаймыз. Кеттік. Ұйықтап жатыр екен ғой. Мен жай кірейін, әйтпесе оятып жіберемін. Ей, бұл кім? Сен бе, Саня? Я, бұл мен. Кешіріңізші, оятып жібердім бе? Жоқ, кешіріңізші, мен сені қатты сағындым. Мен сені таба алмаймын ба деп қорықтым. Мен сені көп іздедім, білесің бе? Сен қайда кетіп қалдың? Не үшін кетіп қалдың? Енді әкем ғой мені жақсы көрмейді, арақ әкел дей береді. Мен ондай әкелерді жеп көремін. Жарайды, кейін сөйлесеміз, ұйықтайық. Қайырлы түн, ұйықтай беріңіз. Жарайды, саған да қайырлы түн, ертең сөйлесерміз. Таң атқан соң. Саня. Ей, тағы бұл қайсы? Есікті тоқылдатып тұрған. Барып ұрсып берейін, қандай екенімді. Ей, бұл қайсы? Кет бар, Саня жоқ үйде. Кет! Саня, не істейсің, а? Ол мектепке бармай ма? Екеуміз бірге барайын деп едік? Өзі барады, бар, өзің бара бер. Өзі барады ғой, кет бар. Жолама біздің үйге. Құры жоғал. Ей, жаман қыз. Не? Сіз ішіп алғансыз ба? Сіз сонда Саняның әкесіз бе? Ол айтты ғой, менің әкем ішпейді деп. Не, сонда маған өтірік айтты ма? Мен кеттім. Бар. Өзің бар мектепке. Саня, тұрдың ба? Тойып жеп ал, жарай ма? Мен сен үшін пісірдім ғой. Саған бірсе берейін бе, ақша берейін бе, бірсе сатып аласың ба асханадан? Білмеймін, маған керек емес, енді азық-түлік аламыз ғой. Менің қарным тоқ, жеп алсам болды ғой. Ито, менің сыныптастарым бар, маған бөліседі. Маған жаны ашиды ғой. Жарайды онда, жеп ал, ас болсын. Рахмет. Дәмді ғой, ағатайым. Айтпақшы, кім келген жоқ па? Аружан, ол немі келуші еді ғой? Жоқ, келген жоқ. Әкемден сұрау керек. Жоқ, керек емес, мен неше кете берейін. Қазір өзі кеп қалар. Кеттім. Сау болыңыз. Сау бол. Шынымен дәмді болыпты ғой. Енді мына тұстарды жуып тастайын, сосын өзім де жұмысыма барайын. Саня, мен семен енді дос болмаймын. Өзің жүре берші, мен семен вообще дос болғым келмейді. Не болды, Аружан, сен мұдайын жоқ еді ғой? Не істеп қойдым мен? Сенің әкең ішімдік ішеді ғой? Неге маған соны айтпадың? Мен сенің жан подружкамын ғой? Маған ұрсып берді әкең. Қойшы болдым, маған жолаушы болма енді. Бекер, сенің үйіңе келдім. Не, әкем? Бүгін мектепке барғым келіп тұрған жоқ. Бармай қояйын. Барлығы мені мазақтайды. Жарайды, үйге қайттым ендеше. Таня, не болды саған? Неге жыладың? Мектепке бармайсың ба? Біреу саған тиісті ме? Жоқ, мен мектепке барғым келмейді. Мені барлығы мазақтайды. Және де айтып жатыр едің ғой, менің сыныптастарым өте жақсы адам, маған жаны ашиды деп. Жоқ, олар менің әкем ішімдік ішетінін біліп қойды. Енді мен бара алмаймын, әйтпесе мені барлығы мазақтайды. Мен барғым келмейді мектепке, басқа мектепке ауысайыншы, аға. Қалайша ауысасың? Оның айлығы жақсы ғой енді. Басқалары мектеп қымбат. Мен мектепке бармаймын болды, оқымаймын. Өзім үйде білім аламын.
Ей, не болып қалды? Не болды, шу шығар ба? Не болды, қызым? Кім тиісті? Барыңызшы, әке, мен сізді әке демеймін де. Барыңыз, мен сізді жақсы көрмеймін, сіздің кесіріңіз бәрі. Әй, мынау не дейді? Барыңызшы, әке, шынымен де. Өздерің біліңдер, жақпайсыңдар ғой, жағақ десек. Ішімді кіше береді, енді мектепке қалай барамын мен? Жарайды, Саня, жылай берме. Мен жұмысқа барайын. Сосын енді айлығымды көбейтіп алайын. Сол кезде мен сені басқа мектепке қостырамын. Жарай ма? Мен де жұмыс істесем бола ма? Жоқ, сен әлі кішкентайсың, сен сабағыңды оқы. Сосын сен өзінің бизнесіңді ашасың, бай боласың, жарай ма? Сен сабақ оқуың керек. Мен неше жұмысқа кеттім. Жылай берме, көзің ісіп кетеді. Негізі мен өзіме сұрақ қоюым керек. Мына арақты ішкен соң мен өте жаман жерлерге пайда болдым. Бұл арақтың арқасында мен бала-шағамды да жамандыққа тықтым. Олар кедей болып өсіп жатыр. Мен қалайша баламды жұмысқа беріп қойдым. Мен арақ ішпей өзім жұмыс істеуім керек. Енді мен арақ ішпеймін. Бұл арақтың тым пайдасыз. Сондықтан енді мен арақ ішпеймін. Мен бүгіннен бастап жұмыс істеймін. Соны мен барлығына айтуым керек. Бірақ маған сенбейтін де шығар. Мен бірақ арақ ішпеймін. Сенбесе сенбесін, жұмыс істеймін. Сосын бай боламыз. Мен енді солай шешім қабылдандым.